Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін ерекше тағам қамырдағы қазан кебапты әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қызып тұрған майымызға картобымызды қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін майымызға етті салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Етімізді қуырып болған соң үстіне картопты салып, су құйып 40-45 минут аралығында жай отта бұқтырып қоямыз. Және өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Мен тұз және зираны қостым. Енді қамырын дайындаймыз. Айранға тұз және ас содасын қосамыз. Және сұйық майымызды, жұмыртқаны саламыз. Үстіне ұнымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, бір бөлігін үлкендеу, екінші бөлігін кішірек қылып кесіп аламыз. Алдымен үлкендеу бөлігін жайып шығамыз. Жайып болған соң формамызды алып, қамырымызды саламыз. Бұл астыңғы бөлігі болып саналады. Енді үстіне піскен картобымызды, етімізді салып шығамыз. Және өз қалауларыңыз бойынша көкөністерді қоссаңыздар болады. Мен қызанақты қостым және бетіне дөңгелектеп пиязды турап қойдым. Енді майын құйып шығамыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, қонақтарды таң қалдыратын тағамдардың бірі. Енді қамырымыздың екінші бөлігін жайып шығамыз. Жайып болған соң қамырымызды үстіне жауып қоямыз. Және астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін біріктіріп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Үстіне күнжітті сеуіп, 20-25 минут аралығында 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Міне достар, біздің қазан кебабымыз дайын болды. Оны әдемілеп кесіп шығамыз.
Өте дәмді, керемет тағамдардың бірі. Үстіне әсемдеп көкпиязды сеуіп шықтым. Міндетті түрде жасаңыздар, сіздерге ас болсын.